Тәуелсіздік күнінде Айсберг сауда үйінің 5-ші қабатында отбасылық ойын-сауық кешені ашылды. Жаңадан ашылған орталықты өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов аралап көрді. Түрлі аттракциондар, ойын автоматтары мен тамақтанатын орын осының барлығы енді бір жерде орналасқан орталықтан табуға болады. Тәуелсіздік күнінде елмен бірге орталықтың жұмысымен танысқан Ерік Сұлтанов атқарылған жұмысқа оң бағасын берді. Кәсіпкерлер осындай әлеуметтік салаға белсенді қатысуы біз үшін үлкен қуаныш. Қазір біздің кәсіпкерлер біздің өңірде көп осындай әлеуметтік кешендерді салып отыр. Ол спорт алаңдары, сауықтыру орталықтары жақында оның бәрін біз көрдік. Осының бәрі елбасының тапсырмасының орындауы. Сондықтан біз бизнес жол картасын осылай болашақта жақсы игеріп, жақсы алға тартатын боламыз. Баршаңызды ел тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ойын-сауық орталығының жалпы аумағы 4,5 мың шаршы метрді алып жатыр. Мұнда отбасымен кез келген адамның жанына жақын табылады. 132 түрлі аттракциондар мен балаларға арналған хоккей алаңы да арнайы жасақталыпты. Аттракциондардың көбі Испания, Ресей мен Қытайдан арнайы әкелінген екен. Орталықты ашқан кәсіпкер Сергей Леонтьев қаражаттың біршама бөлігін бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасын пайдаланып несие алғанын айтады. Бұл жерде қаланың кішкентай тұрғындарына да, орта жастағыларына да арналған аттракциондар бар. Ал орталықты ашуға мемлекет көмек көрсетіп отыр. Төмен пайыздық несиеге қаржы алдық. Кәсіпкердің сөзінше, қала тұрғындарына қолайлы болу үшін аттракциондардың құнын арзан қылғанын айтады. Небәрі 100-150 теңге, ең қымбат деген аттракцион қызметінің өзі 250 теңге тұрады дейді. Ал қоса айтқан жөн, аталмыш орталықтың ашылуымен мұнда жаңадан 65 жұмыс орны ашылған.